Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз жаратылыстану 4-ші сынып пайдалы қазбалардың маңызы. Бүгінгі тақырыпта сен пайдалы қазба қоры деген не екенін түсінесің, табиғи ресурстардың қоры қандай болатынын білесің. Балалар, есімізге түсірейікші, пайдалы қазбалар дегеніміз не? Дұрыс айтасыздар балалар. Пайдалы қазбалар табиғат ресурстары. Жақсы балалар, осы пайдалы қазбалар мынандай бірліктермен өлшенеді. Қатты пайдалы қазбалар тонна, бағалы пайдалы қазбалар килограмм, сұйық пайдалы қазбалар баррель, газ және құрылыс материалдары текше метрмен өлшенеді екен балалар. Біздің Қазақстанымыздың балалар пайдалы қазбалар қоры міне кестеде беріліп тұр. Көмір 33.600 миллиард тонна қоры бар. Бір жылда өндіруі 118 миллион тонна. Темір 16 миллиардтан астам. Бір жылда өндіруі 42 миллион тонна. Мұнай 3002 миллион баррель. Бір жылда өндіруі 1501 мың баррель. Алтын 2430 тонна. Бір жылда өндіруі 85 тонна. Балалар, табиғат ресурстары сарқылатын және сарқылмайтын болып екіге бөлінеді. Күн көзінің энергиясы, жел, ауа, су бұлар сарқылмайтын, таусылмайтын ресурстарға жатады. Ал пайдалы қазбаларымыз балалар сарқылатын ресурсқа жатады. Неліктен балалар? Себебі балалар, біздің еліміз пайдалы қазбаларға бай болғанымен, ол пайдалы қазбаларымыз күннің бір күнінде таусылатыны анық. Сондықтан балалар, пайдалы қазбаларды өз орнымен үнемдеп жұмсауымыз қажет. Пайдалы қазбалар қоры дегеніміз жер қыртысындағы кеннің жалпы мөлшері. Жер қыртысындағы пайдалы қазбалар қорының мөлшері олардың түзілу мерзіміне, құрамына байланысты әртүрлі болады. Пайдалы қазбалар қорының барлығы бірдей өндіру мүмкін емес. Кейбір кен орындары адам қолы жете алмайтын тереңдікте орналасады. Білесіздер ме балалар, пайдалы қазбаның тұтыну мөлшері жыл сайын ұлғайып келе жатыр. Бұл ресурстардың сарқылуына әкелуі мүмкін. Себебі пайдалы қазбалар өте баяу түзіледі. Мысалы, көмір мен мұнай пайда болу үшін 300-350 миллион жылдай уақыт керек. Сондықтан ғалымдар пайдалы қазба қорын үнемдеу жолдарын қарастыруда. Соның бірі балама энергия көздерін пайдалану. Назарларыңызға рахмет оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.